Осы жылдың сәуір айында Шымкентте бопсалады деген күдікпен 2007 жылдан бері іздеуде жүрген ағайынды Қырықбаевтардың бірі Алмаз Оқсықбаев ұсталды деген хабар тарады. Бұған дейін ол халықаралық іздеуде болған. 2012 жылы оны Біріккен Араб Әмірліктерінде ұстап алған деп хабарланған. Алайда тәртіп сақтау ұйымдары оны елге әкеле алды ма, ол белгісіз болып қалды. Ол өз еркімен 30 сәуірде Қазақстанға ұшып келіп, Шымкент әуежайында қабылданып, Тараздағы уақытша ұстау изоляторына қамалды. Кейінірек Казачков офсайт телеграм арнасы оның қамауға алу түріндегі бұлтартпау шарасының күші жойылғаны туралы хабарлады. Осы жаңалықтар орайында Қырықбаевтар ұйымдасқан қылмыстық тобы туралы ақпаратты еске түсіруге тырыстық. Қылмыстық топтың жалпы саны шамамен 30 адамды құрайды. Бұл ұйымдасқан қылмыстық топ сонау 90-шы жылдардың басында Тараз қаласында Қырықбаевтардың 10 ағайындысы жастардан тұратын топ құрған болатын. Қылмыстық топ сол 90-шы жылдардан ақ заңдастырылған бизнес пен құқық қорғау органдарындағы байланыстарын жамылып, қылмыстық әрекет жүргізумен құқық қорғау органдарының назарына ілікті. Қылмыстық топ мүшелері стандартты рекеттен бөлік кепілзатпен байланысты алаяқтықпен де айналысқан. Ағайындылар тіпті жалған құжат арқылы маслихат депутаттығына түсіп, қалалық облыстық маслихатқа депутат болуға тырысты. Полицейлердің мінездемесі бойынша ең үлкен қауіп төндірген 10 ағайындының кенжесі Қайрат Қырықбаев еді. Ол топтың әскери қанатына басшылық етіп, барлық қылмыстық істерге жетекшілік етті. Ал оның үлкен ағалары тасадан әрекет жасаған. Ұйымдасқан қылмыстық топ Тараз қаласындағы қонақ үй мен ойын бизнесін, Жамбыл облысындағы есірткі жеткізу және контрабанда арналарын бақылаған. Алмас пен Нұрмахан Қырықбаевтар ұйымдасқан қылмыстық топтардың жетекшілері ретінде Ішкі істер министрлігінде тіркеліп, бір мезгілде облыстық және қалалық маслихаттардың депутаты болған. Барлығы 10 ағайынды Қырықбаевтардың 6-ы полицияда қылмыстық есепте тұрған. Кезінде Қырықбаев шағын аудан жастарынан Вольниктер деген ауқымды қылмыстық топ құрған. Сол жылдары Таразды қылмыстық төбелестің толқыны шарпыды. 2001 жылы Вольниктерге қарсы тұрған Кировские ұйымдасқан қылмыстық тобымен байланысы бар 20 жастағы Талғат Артықбаевты Айтиев көшесіндегі Ариран дәмханасының маңындағы тұрған үйдің кіреберісінде атып өлтірген. Оған 35 оқ атылған көрінеді. Тараздағы Арирандағы оқиға кәдімгі бандиттік төбелес екені ешкімге құпия емес еді. Сыбыстарда оның қатысушылары аталды. Марқұм Артықбаев және оған қарсы шыққан ағайынды Қырықбаевтар, Қайрат және Ерғали, яғни Қырықбаевтар тобының белсенді мүшелері. Тергеуде де осындай деректер болды. Десе де ағайынды Ерғали мен Қайрат Қырықбаевтарды полиция тек 4 жылдан кейін ғана ұстады. Төбелес басталуының куәгерлері көптігіне қарамастан, тергеушілер көпке дейін куәгерлерді таба алмады. Барлығы Қырықбаевтарға қарсы куәлік беруге қорықты. Олардың ұйымдасқан қылмыстық тобы аймақта дүркіреп тұрды. Облыстық соттың сол кездегі судьясы Болат Беріков кісі өлтіруді дәлелденбеген деп санады. Алғашқы сот отырысының қорытындысы жергілікті жұртшылықты дүр сілкіндірді. Қайрат Қырықбаевты сот айыпсыз деп таныды. Ерғали Қырықбаев 4 жылға бас бостандығынан айырылды. Біраз уақыттан кейін үкім қайта қаралып, Ерғали Талғат Қырықбаевты өлтіруге іс бойынша айыпталушы болып табылып, прокурор оны 20 жылға бас бостандығынан айыруды сұрады. Қайрат бостандықта болса да, бірақ оған ізденіс берілді. Жоғарғы сот заңсыз үкімінің күшін жойып, облыстық сот жаңа құрамында үкімінің жаңа түрін шығарып жүрген кезде Қайрат қашып құтылып, басқа іске қатысты болды. 2006 жылы Қырықбаевский ұйымдасқан қылмыстық топ жетекшілерінің бірі Уалихан Қырықбаев Тараз қонақ үйінің қожайыны Әбдіжәміл Пірімқұловтың кеңсесінде ұсталды. Ұсталғанның көлігінен героин және F1 гранатасы табылды. 2007 жылы Бішкекте кіші Қырықбаев ұсталды. Сол 2007 жылы Қырықбаев төбелес кезінде Талғат Артықбаевты өлтіргені үшін 18 жылға бас бостандығынан айырылды. Оған кісі өлтірді, заңсыз қару сақтады және басқа да қылмыстар жасады деген айып тағылды. 2007 жылдың желтоқсан айында інісі Ерғалимен және басқа ұйымдасқан қылмыстық топтың жетекшісі Марат Әбдуалимен бірге Си-13 мекемесінен камераның терезесінен төсек жаймалары арқылы түсіп қашып кеткен. Тұтқында жүрген қашқындармен бірге болған сәттілік оларды еркіндікке шыққан кезде тастап кетті. Ерғали Қырықбаев мен Марат Әбдуали түсу кезінде төсеніштен құлап, ауыр жарақат алды. Марат Әбдуали мүлде қозғала алмады. Қырықбаевтар оны тергеу изоляторының қабырғасында қалдырып, Әбдуалиді полиция ұстап алып ауруханаға жеткізген. Аурухана төсегінде Маратенок лақап аты бар Марат Әбдуали өзінің барлық соттылығын өтеп берді. Ол кейбір мәліметтер бойынша есін жимай қайтыс болды. Ерғали Қырықбаев туыстарына жетіп үлгерді. Отбасылық жиын сияқты кеңес өткен болу керек. Онда оның қашып жүргендегі өмірі не болатыны талқыланған сияқты. Себебі бірнеше күннен кейін Ерғалидің туыстары Ерғалиді полицияға апарып, ол жерден оны да ауруханаға жеткізді.
Қайрат Қырықбаев қашып үлгерді. Оны біресе Қазақстанның солтүстігінде, біресе Қырғызстанда, біресе Германияда, біресе Таразда көрген дейді. Оның жүрген жері туралы мәлімет үшін ақшалай сыйақы жарияланды. Қашқындар мен олардың сыбайластарына қарсы күрделі сот процестері 1 жылдан астам уақытқа созылды. Нәтижесінде Ерғали Қырықбаев қашып кеткені және қызметтік әрекеттеріне байланысты адамдарды өлтіруге оқталу фактісі бойынша қылмыстық жауапкершілікке тартылды. Бастапқы 18 жыл мерзімге сот тағы 3 жыл бас бостандығынан айыру жазасын қосты. Қашып кетуге көмектескені және кісі өлтіруге оқталғаны үшін Нұрғали Қырықбаев ұсталып қылмыстық жауапкершілікке тартылды. Ол 11 жылға бас бостандығынан айырылды. 2012 жылы жазда Алматыда полицейлер 4 жылдан астам мемлекетаралық іздеуде жүрген қылмыстық топ жетекшісін Қайрат Қырықбаевты Жамбыл облысы ішкі істер департаменті ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес басқармасы, ішкі істер министрлігі криминалдық полиция комитетінің ЮРУБОП, Алматы қаласы ішкі істер департаментінің Арлан бөлімшесі және Алматы қаласы бойынша КМДБ-ның жедел уәкілдері бірігіп ұстады. Бір адамды ұстау үшін осындай күшті тұтқын тобының құрылуы кездейсоқ емес. Ағайындылардың ең кегжесі Қайрат Қырықбаев ең үлкен қауіпті көрсетті. Ашулы, кекшіл, ойланбастан өлтіруге дайын. Полиция оны осылай сипаттайды. 2013 жылдың ақпанында Қайрат Қырықбаев 26 жылға бас бостандығынан айырылды. Ол кезде қылмыскер бауырластардың көбісі түрмеде болатын. Ерғали Көкшетауда, Нұрғали Қызылордада, Уәлихан Қарағандыда. 2012 жылдың 4 маусымында Біріккен Араб Әмірліктерінде Интерполдың көмегімен топтың миы Алмас ұсталды. Ол Дубайда отбасымен өз үйінде тұрған екен. Балалары жергілікті орыс мектебінде оқыған. Полицейлер сол кезде оның экстрадициялануын күтіп отырған. Бұдан бөлек сол кезде мемлекетаралық іздеуде жүрген 10 ағайындының тағы 4-еуі салиқалы жасқа толып, қылмыстық әрекеттен бет бұрған болатын. Бұл уақытта ағайындылардың үлкені Инаяттың ұлы Руслан кісі өлтіріп жазасын өтеп үлгерген. 2019 жылы мамырда Жамбыл облысында Қырықбаевский ұйымдасқан қылмыстық тобының болжамды 4 мүшесі ұсталды деген жаңалық шықты. Бұл туралы Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз қызметінде хабарланды. Баспасөз қызметінің мәліметінше ұсталғандар физикалық күш көрсетеміз деп қорқытып, облыс кәсіпкерлерінің бірінен ақша бопсалаған. 21 мамырда кәсіпкер талап етілетін ақшаны алған 2 бопсалаушы қылмыс үстінде ұсталды. Сот оларды қамауға алу туралы санкция берді. Кейінірек, яғни 23 және 24 мамырда ұйымдасқан қылмыстық топтың мүшелері болып табылатын бопсалаумен айналысқан тағы 2 адам ұсталды. Базар онлайн. Бұл азық-түлік, тұрмыстық химия өнімдерін, гигиеналық құралдарды, сондай-ақ жеміс-жидек көкөністерді үйден шықпай алуға болатын бірден бір мүмкіндік. Сіз бар болғаны телефоныңызда 1-2 жерге бассаңыз, таңдаған заттарыңыздың барлығын қызметкерлеріміз үйіңізге лезде жеткізіп береді. Бізден азық-түлік тапсырыс бергеннің барлығына жаңа аймақ газетін сыйлаймыз. Базар онлайн. Бізге тапсырыс беріп, уақытыңды үнемде. Біздің телефон нөміріміз 8777 888 0881.